саламатсыздар ма достар? Мен көптен бері сағынып қаппын осы терме бауымды, өрмек тоқуды. Қазір міне мен өрмек кешеден бері құрып тоқып жатырмын. Бұл қазіргі құрып тоқып жатқан өрмекке мен батыстың сынық мүйіз өрнегін сап жатырмын. Алғашында бұған бұл өрнектерді шығару шынымен оңай болмайды. Міне әр өрнекті бұлай санап тоқимыз. Жалпы мына неге терме бауға салған өрнектер өрмекке. Бұлар негізі санға тәуелді өрнектер ғой, барлығы тек қана санмен тоқылып шығады. Міне тоқып жатқан жібіміздің өзі таза жүн жіп болғандықтан бұл мына терме баудың жалпы екі жіп алмасып тұрады ғой. Осы екі жіптің ауысып алмасып тұруына өте жақсы әсер береді. Арасы жақсы ашылып жатыр. Бұл жерде мен былай алып отырған себебім жалпы мына терме бауда бір салған ою секіл қайталанып отырады. Ал енді одан кейінгі мына құрып алған жібіміз жалпы тақ болады. Тақ дегеніміз мысалы мен 61 жіп, 63 жіп, 49 жіп, 43 жіп деген сияқты бір жіп ортасында болу керек. Ол ортасынан екі жағына қарай перпендикуляр болу керек. Өрнекті жалпы солай есептеп, мына геометриялық симметрия, одан кейінгі сылғи секілдер қайталанып отырады. Сонымен сол бір ұзын баудың өрнегі солай шығады жалпы. Осы тоқыма өнеріне қызығатын достарыма айтқым келеді. Бұл жалпы мына өрмек тоқу үшін бұған кереметтей үлкен құрылғының қажеті жоқ. Мынандай міне мынау 3 бұт мосы қарап отырсаңыздар. Бұл мосының былай арқалығы бар, екі жағында тіреуші бар, да түрі бар. Ол қазір енді көп жерде қолданылмайды. Көп жерде мына ең оңай жеңіл түрі осы 3 мосы. Бұл мосыға мен күректің сабынан міне 3 күректің сабын аламын да басын тесіп, аяғын тесіп, аяғы тайып кетпеу үшін тартып байлап қоямын. Үстін басын қосып, мына жерден қырқарға жіп пайдаланамын мен. Қырқар болу керек қой мына нені ілетін. Ал енді одан кейінгі мына қолданып отырған менің адарғы қылышым. Адарғы қылыш міне мынау қылыш. Қарап отырсаңыздар. Енді осы қылыштың мына енімен бірдей адарғысы болу керек. Міне. Оны бүйтіп баудан суырып алуға болмайды міне. Мынандай екеуінің ені бірдей. Содан кейінгі ұзындығы бірдей болу керек. Неге десе, бұл ұзын болған сайын жалпы біздің тоқып жатқан бауымыздың жалпақтығына байланысты. Жіңішке болған сайын бұл жаңағы тоқып жатқан бауымызға байланысты. Міне мынау кішкене, бұл мысалы кішкентай ана жиектер және баулар тоққанға мысалы мынандай болады. Ал мынау болғанда орташа. Енді жалпақ 50 см, 60 см ені бар баулар тоқитын болсақ, олардікі шамалы ұзын болады. Сол 60 см-лік тоқып жататын болсақ, оның ұзындығы 80-90 см-ге дейін барады. Осындай қылыштарының. Ал қазіргі менің мына қылышымның ұзындығы 70 см, ал тоқып жатқан бауым 30-40 см деген сияқты солай тоқылады. Қауышып, жалпы мына тоқып жатқан баудың жиегіне қандай рең саласың. Мұның жиегінің шетінде ақ сары тұрғандықтан, оның арқауы да сондай ақ сары рең болса, онда тоқып жатқан бауыңның сәні, сапасы бәрі сол өте әдемі көрінеді. Ал міне мына алдарыңыздағы тартып қойғанымыз бұл күзу деп аталады. Бұл күзу енді кейбірлерде еркек ұрғаш жіп деп айтады ғой. Міне мына екі жіп бір-бірімен былай алмасып отырады. Мен көбінде мынаған таза жүн жіп деп айтатынбыз. Осы алмасқан кезде арасы өте әдемі ашылады міне. Арасының ашылған өте әдемі болады, сондықтан осылай. Міне теру ағашымыз деген мынандай. Міне бұл деген әдемі ағаштан осылай жасатып алған мен. Бұл жіпті тергенге барлығына өте ыңғайлы. Екі жағында міне доғал, ешқандай жіпті іліп кетпеу керек. Майда болады. Сол міне іліп алғанға бұл да өте ыңғайлы, өте әдемі. Осылай келеді.